Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен сүтті құс тортын пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен торттың қамырын жасаймыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға жұмыртқаны, қойытылған сүтті қосып, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға ұнды міндетті түрде електен өткізіп, біртіндеп қоса отырып миксерлейміз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығуы керек. Енді пергамент қағазына өзімізге керек форманы сызып аламыз. Форманы өзіңіздің қалауыңыз бойынша дөңгелектеп істеуге болады. Мен осындай шаршы формасын жасадым. Әрқайсысына шамамен 2,5-3 ас қасық қамырды салып, жұқалап жағып шығамыз. Құрыштарды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 7-8 минуттай пісіреміз. Осы құрам бойынша 8 корж шығу керек. Енді тортымыз жинаған кезде тегіс шығу үшін жан-жағын осылай кесіп шығамыз. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін салқын клейгейді миксермен қоюлағанға дейін миксерлеп аламыз. Осылай клейге аздап қоюланғаннан кейін қант ұнтағын електен өткізіп салып, жақсылап миксерлейміз. Енді сүзбелі ірімшікті салып, миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Мінекей креміміз дайын болды. Осындай өзінің формасын ұстайтын крем шығу керек. Енді тортымызды жинаймыз. Әуелі осындай бір ас қасық кремді подложкаға жағып алып, корждарымызды бір-бірден салып отырамыз. Менде шамамен әр коржға 2-3 ас қасық крем кетті. Тортымызды жинап болғаннан кейін қалған шамалы креммен жұқалап тегістеп шығамыз және де тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа салып қоямыз. Міне жалпы тортымыз дайын болды, бірақ мен қазір сыртынан тегістейтін крем жасаймын, ал сіздер осылай тек осы креммен қалдырсаңыздар да болады. Енді торттың сыртын тегістеу үшін жасалатын креміміз крем-чиз деп аталады. Ол үшін алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға қант ұнтағын електен өткізіп қосып, миксермен осылай арғанға дейін араластырамыз. Енді сүзбелі ірімшікті қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей сыртын қаптайтын креміміз дайын болды. Міне осындай крем шығуы керек. Енді тоңазытқыштан шыққан тортқа жаңағы кремді осылай кондитерлік қапшыққа салып, осылай видеодағыдай жан-жағына жағып шығамыз. Барлық кремді толықтай жағып болғаннан кейін осылай тортымызды тегістеп бастаймыз. Тортымыз толықтай тегіс шыққанға дейін осылай тегістеп шығуымыз қажет. Мінекей тортымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа шамамен 4-5 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоюыңыз керек. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша демлейсіздер. Сүтті құс торты өте нәзік, дәмді болып шығады. Осы мен рецептімен пісіріп көруге кеңес беремін. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.